Сәлем қыздар. Бүгін 5-ші каталог басталды. 5-ші каталогта тиімді 25 балл жасау әдісін сіздерге көрсетейін. 25 балл сіздерге не береді? 25 балл сіздерге 2 30-қа қатысуға мүмкіндік береді, әсіресе новичоктарға. Енді қараңыздар. Еще новичоктар 25 баллға заказ жасайтын болса, компания тағы 5000 теңгелерін төлеп беретін болады. Қазір бәрін есептейміз, қандай заттар таңдап алуға болады. Біріншіден айтам, бұны мен арнайы тиімді 25 балл жасау әдісі деймін. Себебі бұл жерде сіздің ақша аз төлейтін боласыз. Бірінші сезімтал тістерге арналған тіс пастасы. Өзім жақсы көрем бұл серияны. Бұл 16-57 артикл нөмірін жазып отырыңыздар. Бір қағазбен ручка алып, екінші сұйық крем сабыны. Яғни қолды жууға арналған өте күшті крем сияқты қолыңызды прям жұмсартып тұрады. Ол 86-82. Келесі қатты сабын 08-59. Көріңіздер, міндетті түрде түнгі прокладка 11-295, бір антиспирант дезодорант 22-43. Жаз келе жатыр деген сияқты күн жылынды, міндетті түрде керек дезодорант. Одан кейін шампунь 2 в 1 87-43. Одан кейін тағы да бір шампунь өзінің маскасымен алдым. Оныкі 86-70, 86-73. Бір қол кремі 22-03. Жолдасыңызға шампунь 05-49. Балаңызға шампунь 23-44. Ыцая жуатын сұйықтық 1-1-1-93. Одан кейін бір порошок 11-535. Және кондиционер для белья 11-038. Үйдің ауасын освежать ететін освежитель 11-331. Және туалет тазалайтын гель 11-292. Енді ауылдағы адамдарға соңғысы керек жоқ болатын болса, орнына басқа нәрсе алуға болады. Қазан тазалайтын деген сияқты. Міндетті түрде балдарына қараңыздар. Әрқайсының балы қанша. Мына жерде қызылмен жазылған баға сіздің сатып алатын бағаңыз. Астында кэшбэк деген бұл сізге қайтып келетін баға. Яғни сіз примерно бұны 13 000 теңгеге сатып аласыз. Сізге осы 13 000 теңгеден 3400 теңгеңіз қайтадан қайтып келетін болады. 25 балды 13 000 теңгеге жасауға болады. 25 бал жасай отырып, сіз 30-қа қатыса аласыз. 25 балды бірінші тіркеле жасайтын болсаңыз, 25 балдың ақшасынан компания 5000 теңгеңізді төлеп береді. 30-қа қатысасыз арнайы. 2 30-қа қатысасыз ба қандай. Сондықтан сәттілік.